Сақап отырсайды ғой, Алланың үсті көркем мінез деп айта береді. Не ол көркем мінез деген кезде айтпай ма, я? Көркем мінез деген деді, бармағанға баруың деді. Үзгенді жалғап тастауың деді. Үзіп тастаймыз ғой кейде. Вообще араласпаймын бұдан кейін онымен дейді. Болмайды ол. Бұл көрмегенім өмір бақи сен болсын дейді. Көр сен оны бар иншалла. Кімде кім үзсе дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла одан рахымын үзіп тастайды дейді. Досыңнан, бауырыңнан, ағайыныңнан, көршіңнен барды келдені үздің бе, Алланың рахымы сізден үзіліп қалады, құрмет жамағат. Көркем мінез деген осы, үзгенге жалғауың деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бермегенге беруің деді. Ал керек па? Ең қиын осы ма? Ол берген жоқ ол. Неге мен берем? Бересің, өйткені пайғамбар берген солай. Мұсылмансың ба? Жүрегіңді тазалап жүрген пайғамбардың сүннетімен, пайғамбардың сүннетімен жүресің ба? Онда бересің сен. Көрдіңіз ба? Және не деді? Зұлымдық жасағанды кешіруің деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Міне 3 сипат көркем мінездіктің шынын көрсетеді. Кімде мына 3 сипат болса, ол иншалла пайғамбардың жанында, жәннатта дастарханда отырады. Қасында Омар бар, Абу Бәкір бар, ана пайғамбарлар бар.